адал азамат біртұтас тәрбиесі болып атауы өзгере отырып, біздерге қолданысқа беріп отыр. Яғни бұл қосымша қазіргі таңда бұйрық бойынша 26 мамыр 2025-тің 123 бұйрығымен бекітіле отыр. Сонымен қатар қосымша 30 шілде 2025 жылдың 194 бұйрығымен бекітілді. Біртұтас тәрбие бағдарламасы барлық балабақшаларда жұмыстанып келеді. Қазіргі таңда ешқандай былай қарағанда өзгеріс жоқ. Бізге берілген қосымшаларда былтырғы жасалған жұмыстардың барлығы қалған. Яғни ол өздеріңіз білесіздер, балабақшаларда біздер әртүрлі іс-шараларды өткізе отырып, жаңағы өзіміздің желілерімізге жариялап отқан болатынбыз. Бұл жерде қамқорлық жобасы, еңбегі адал жас өрен, смарт бала жобасы, сонымен қатар ұшқыр ой алаңы жобасы, балалар кітапханасы өздеріңіз білесіздер, яғни балаларды кітапқа баулу, сонымен қатар ата-аналар мен педагогтардың қолдану орталығы алдын ала шараларды өткізу. Енді бұл жерде айтатын болсақ, ешқандай міне бұл бізге слайдты бергенде барлық балабақшалар, сонымен қатар басқа да оқу орындарының жұмысы біріккен